Бәріне сәлем достар, бүгін мен сендерге күнделікті жасап жүрген макияжымды көрсетемін. Ең алдымен The One брендінен Oriflame содан алған консилерімді мен жағамын. Яғни қай жерге именно жағамын мен. Көздің ішкі бұрышына міне осындай точка қоямын. Ішіндегі мына кровеносный сосудтарды кетіру үшін. Сосын темный кругтарды жабу үшін тоже осындай сызық қалдырамын. Екі көзім ортасына, қастарыма және еріннің үстіңгі бұрышына жағамын. Осы жерге ғана жағамын, осы жететін сияқты, күні бойына жетеді, в принципе. Бұларды жаққан соң мен өзімнің Face Styler, тоже Oriflame, The One брендінен, осыны аламын да, прям міне қараңдар, құлағым үстінен бастап бұраймын, осындай дуга сияқты. Сосын тағы да бір дуга өткіземін. Сол кезде былай қарап отырсаңдар, кәдімгі ана скелет бар ғой, сол сияқты болады, сурет салып отырғандай. Сосын көздің пішінінде қоңырмен сыртын жасаймын, сол кезде формасы пайда болады. Сосын қасымның астынан міне мұрнымның үстіңгі жағы қатты плоский болып кетпесін деп солай жасаймын. Сосын міне қабырғаларын жасап шығамын. Мұрынның астын және мұрынның былай үстіне көтеріліп тұрған жерін екіге бөлемін да, міне осы жерден дәл қоңыр түсті беріп астына түсіремін. Бұл кепкенше мен қасымды бояймын. Қасымды The One-нан қасқа арналған гельмен бояймын, және қазіргі кезде мен қарандашты қолдануды мүлдем қойдым, себебі күнделікті макияж болған соң және мына гельді түсі жақсы, қастарды в принципе жақсы тарап қояды және күні бойына жақсы орында тұрады. Осы гельді қолданамын, және қасым екі түрлі болса да, қазіргі енді натуральный болған соң мен оған қатты көңіл бөлмеймін. Сосын консилер уже қатты деген кезде, яғни схватился дейді, сол кезде уже тушевать ете бастаймын, яғни жая бастаймын. Жайған кезде саусақтарыммен қатты тиіспеймін. Ақырындап жайғанақ жеңіл жаямын. Сосын бұл міне жайдық, көрдіңіздер ма? Келесі консилер. Консилерді мен көбінесе кисточкамен жайғанды жақсы көремін. Бұл кисточканы мен Алиэкспресстен алғанмын. Міне қарап отырсаңдар, өте сондай жұмсақ түске айналдыру керек. Міне қараңдар, домалатамыз және үстіне қарай созуға тырысамыз. Түс астына кетпеу керек, ол әрдайым үстіне кету керек. Сол кезде біз лифтинговый эффект аламыз. Міне осылай қастарын ұстап кожаны тартып қоюға болады. Сол кезде мен көрдіңдер ма, скула жақсырақ көрінеді. Сонымен прям кисточкамен дұрыстап, соның бәрін жаю керек түсті. Келесі мұрынның қабырғаларын жасаймыз. Міне қарап отырсыңдар, кисточканы ешқайда ауыстырмаймын. Тек қана тікелей үстіне және тікелей астына жақсылап дұрыстап бұрап отырамын да, сурет салғандай боламын. Міне көрдіңдер ма? Осыны ақырындап. Және бұл контуринг стайлердің да бір жақсысы, ол крем сияқты. Сондықтан тез жайылатыны маған өте ұнайды. Қазір мысалға біраз қатты болып тұрса, қазір пудрамен жаққан соң бәрі жақсы болады. Міне көрдіңдер ма, қараңдар? Прям сүйікті саламыз осылай. Сосын көздің қабағын тоже бояп жүреміз. Міне көрдіңдер ма, уже тени салынып тұрған сияқты. Маған сол үшін ұнайды осы стайлер. Тенеді жағудың қажеті жоқ. Осылай ғана жасай саламыз, бітті. Сосын кремовый заттардың барлығын үстінен осы пудрамен закреплять дейді, яғни нақтылап шығамыз. Жаңағы кремовый продукттарымыз біздің ағып кетпес үшін, кетіп қалмас үшін, езіліп кетеді олар әйтпесе. Сол үшін үстінен міндетті түрде пудрамен жағасыңдар, өте жұқа қабат алып, сосын міне ақ түспен маңдайдан ортасынан міне дұрыстап, жаңағы қатты қоңыр болып кетсе, соның үстінен ақ пудрамен жағып жүрсеңдер, тоже әдемі болады. Міне. Келесі Glam Team палеткасынан қоңыр түсті алып, сол қоңыр түсті жаңағы контурингті жаққан жерге жағамыз. Міне көрдіңдер ма, қараңдар, менің кисточкам қалай қолданып жатыр. Осылай сендердің де кисточкаларың осылай тапжылу керек. Яғни міне направлениесі қандай болу керек, қай жерге қарау керек. Соның барлығын жасайсыңдар. Міне қаласаңдар, міне
кисттағы қалдықтармен маңдайға да шығуға болады. Сосын жаңасын алмай осылай мұрынды да біраз контуринг жасап жіберуге болады, яғни кисточканыдағы қалдықтармен. Сосын румянаның түсін аламыз, күлеміз. Сосын міне қараңдар, жаңағы контурингтің үстіне кішкене ғана жай әлсіз түсті келтіреміз. Сол кезде сондай натуральный дейді ғой, табиғи контуринг пайда болады бізде. Сосын хайлайтерді алып, тоже кішкене нүктелер жасап, осындай әдемі сияние жасаймыз. Ең соңғы ол помада. Мен өзімнің сүйікті Jordani Gold'тан, құрамында арган майы бар. Сол помадамды қолданамын, өте ұнайды, міне көрдіңдер ма? Осындай өте табиғи, күнделікке жеңіл макияж. Бұл макияж жасауға небәрі 10 минут қана кетеді. Сондықтан достар, қолданыңдар. Көргендеріңе рахмет, лайк басып, каналға жазылыңдар. Пока-пока.